Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңғақтың қандай пайдасы бар екені туралы айтатын боламын. Жаңғақтың қоректік құны жоғары. Оның құрамында ақуыз, қанықпаған май қышқылы, көмірсу қосылысы, кальций, фосфор, темір, каротин, никотин қышқылы бар. Ол адам денесіне өте қажетті, пайдалы азықтық ретінде қарастырылады. Миды қуаттандырады. Жаңғақтың құрамындағы фосфатид ми жасушаларын жандандырып, жүйке қуатын жоғарылатады, холестеринді төмендетеді. Жаңғақ дәнінің құрамында 65% май бар. Ол адам денесіндегі қан айналысын жақсартады. Өтке байланған тасты ерітеді. Дұрыс тамақтанбауға байланысты өтке байланған тасты ерітіп, сыртқа ығыстырады. Дәрігерлердің айтуынша, өтіне тас байланған адамдар жаңғақты үнемі жесе, операция төсегіне жатуының қажеті жоқ екен. Теріні ажарландырады. Жаңғақтың құрамындағы мол кальций, фосфор, темір сияқты микроэлементтер адам денесін түрлі ферменттермен қамдайды. Мұның ішіндегі Е витамині жасуша босауының алдын алады. Жаңғақты лайықты мөлшерде жесе, бет терісін ажарландырып, ағартып, майдалығын, жылтырлығын арттырады. Босануға жақындаған жүкті әйелдер көбінесе жаңғақ дәнін жеу арқылы өз келбеттерін сақтайды. Достар, сондықтан жаңғақты күнде таңертең немесе түске асқа кішкенеден қосымша тамақ ретінде жесеңіздер болады. Достар, осы видео ұнаса лайк басып, менің каналыма қолдау білдіріп, жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.